Баршаңызға сәлем, есімім Назира. Каналыма қош келдіңіз. Қыздар, мен бүгін бір эксперимент жасайын деп отырмын. Мынаны бір французский омлет дейді. Осыны өткенде бір жерден көргем, соны бүгін өзім жасап көрейін деп отырмын. Қалай болады екен? Сол енді сіздермен бөліскім келіп отыр. Қараңыз, көріңіз. Егер ұнаған болса, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Олар да біле жүрсін французский омлеттің қандай болатынын. Осы 4 жұмыртқаны ағын бір бөлек, сарысын бір бөлек бөліп алам. Кіші қасықтың ұшымен ғана тұз салып, миксермен араластырам көпіргенше. Аппақ көпірік болғанша араластыра берем. Мен енді бір шамамен 5 минут араластырдым. Көпіртіп аламын жұмыртқаның ағын осылай жақсылап. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, күшті болады екен. Енді жұмыртқаның сарысын қызып тұрған табаға, майсыз, ештеңесіз қызып тұрған табаға құямын. Осылай жұқа етіп жайып аламын да, оның үстіне бағанағы көпіртіп алған жұмыртқаның ағын осы жұмыртқаның сарысының үстіне саламын осылай. Мен өзімде бұны бірінші мәрте істеп тұрмын. Қазір көреміз қандай болып шығады екен. Бірақ дәмі деген күшті болады екен. Енді бетін жауып, баяу отта 5 минут бетін жауып, баяу отта пісіріп аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз, жарай ма? Осылай бөліп алып, бұл енді андай пирог сияқты болды ғой. Күшті болып шықты негізі. Бұлай шығады деп ойламадым, шынын айтсам. Мінекей, арасындағы белогы да пісті, сыртындағы желтогы да пісті. Мен ойлағам, негізі белогы піспей қала ма деп. Піседі екен. Дәмі де керемет болған. Осылай жасап көріңіздер, я? Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Асыңыз дәмді болсын. Сау болыңыз.